Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен қуырылған бауырдың рецептісімен бөлісемін. Бізге керегі жуа, бауыр, тұз және бұрыш. Осылай ірі етіп жуамызды кесіп аламыз. Бауырымызды да қатты жіңішке емес, орташа көлемде кесіп, қызып тұрған майымызға бірінші жуаны, содан соң бауырымызды қуырып алатын боламыз. Бұл бауырдың пайдасы өте көп. Ең бірінші бізге гемоглобиніміз түсіп кеткенде көмектеседі. Осылай тұз бұрышымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қызарғанша қуырып, қақпағын жауып қоямыз. Дайындалу 10 минутта дайын болады. Мен қасына гарнирге осылай пюре дайындадым. Барлықтарыңызға ас болсын. Егер де менің рецептім ұнап жатса, лайк басып, комментарий жазып, өз ойыңызбен бөлісе кетіңіз. Және де менің инстаграм парақшама тіркеліп кетсеңіз болады. Барлықтарыңызға рахмет. Ас болсын.